Анамның рецебімен шелпек пен бауырсақ дайындаймыз. Ең әуелі жылы сүт пен жылы суға қант, ашытқы, тұз, жұмыртқа, сұйық май құйып араластырып, илеуіштен өткен ұнды мөлшеріне қарай қосып, қамырдың иінін қандырып, жұмсақ қып илейміз. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа қоямыз. Уақыт өте ашыған қамырды екіге бөлеміз. Оның бір жартысынан шелпек, екіншісінен бауырсақ әзірлейміз. Шелпекке арнаған қамырды жетіге бөлеміз. Кейін әрқайсысын оқтаумен жұқалап жайып, дөңгелек пішінге келтіреміз. Табаға май құйып қыздырамыз. Біз тоң маймен қосып қуырамыз. Шелпектің бір беті ашық сарғыш болғанда, бірден екінші бетіне ауыстырамыз. Енді бауырсақты пісіруге кірісеміз. Ең бірінші қамырын оқтаумен бір келкі етіп жаямыз. Кейін өз қалауымызша ұнайтын пішінге кесеміз. Шелпек пен бауырсақ қазақ халқының дастарханының көркі, көнеден келе жатқан нан тағамы. Қазақтар үшін әр жұмада 7 шелпек пісіріп, тілек тілеу парыз саналады.